Сұңқар, кел давай кітап оқы. Бұларға қатал мама боламын бұдан былай. Тұр давай кітап оқы. Бол. Өшір телевизорды. Сәлеметсіз бе? Мен сіздің балаңызға келдім уже. Мұғалім болып келдіңіз ғой, злой мұғалім. Я. Кітап оқытыңызшы. Түк оқымай қойшы мына бала. Таяғыңыз беріңіз. Мен алам оны. Не істейсіз, рас па? Burada pastayım. Bütün lirayı var. Gideceğiz. Bütün mü? Baybayım. Sizin tayağınızı da alıp koydum. Мына бала вообще тыңдамайды екен, иә? Не істейміз? Benim. Adapça. Өзіңіз қарай беріңіз. Сіз енді апай емессіз ба? Біздің оқушыларымыз. Апай келіңізші деп жатыр. Тұр бол, давай, кел оқы. Бол. Оқысаң озарсың. Балам, оқы давай. Сен жаңа айттың. Давай, тағы кішкене оқы, кетеміз. Оқы, байлық деген не екен? Байлық? Бай болу ғана ма екен? Сұңқар, бастасай. Онда түнде сендерге білім феясы келеді. Оқымасаңдар, білім несіне алып кетеді сендерді. Естідіңдер ме? Сұңқар, отыр дейм. Айту керек, отыр ке. Отыр. Сұңқар, отыр деймін. Abi шақыртсында. Вот кітап оқымағандарды бұрындар алып кететін болған. Білесің ба? Ке, отыр, тағы бір рет оқиық ке. Сен айттың, бүгін оқисын деп. Енді Сұңқар, сен түсінігіңді айтып бер, шығамыз далаға. Қарның жап. Алмай бере, алмай берсе бір тістеткіс дейін. Bir almadı. Бір тістеткіс қазір тағы аламыз. Сұңқар, не түсіндің, ал айтшы. Мариям, бір тістеткішші. Байлық деген не екен? Байлық деген не екен? Әке, тістеп берем. Тістеп берем. Айт. Ма. Ма, Али. Şu достар, мына жылауықтарды не істейміз? Ұрамыз, е? Міне, менде таяғым да бар даже. Отыр. Тез отыр. Отыр бол. Мен қатал мама болам, болды. Мен қатал мама болам, отыр тез. Отыр. Жоқ, сен оқушысың ба? Оқушы сияқты отыр, давай. Сұңқар, отыр дедім.
Все, бұл телевизор да жоқ енді. Достар, өздеріңіз айтыңыздаршы, сіздерде сондай ма? Сіздерде мамалар Қалай басамыз, телевизор қалмасақ. ол жағын нетемін әлі. Достар, сіздерде де сондай ма? Мамаларыңыз тыңдамайсыздар, иә? Бізде де тыңдамайды. Не істейміз ол үшін? Ұрамыз ба? Ұра беруге де болмайды бұларды. Білмеймін даже не істейміз. Мұрнымыз қанайды. Все. Басқа мама папаға жібереміз бұларды. Болды. Кел, отыр. Сұңқар, кел. Сұңқар, кел. Жоқ, отыр. Үшке кер санайым. Отырмасаң, тура отырма. Бір. Бір. Екі. Үш. Не жайлы болды? Өйткені білмейсің. Бір жарлы жігіт жаз күнде өзін оқытқан ұстазымен жолығып, өзінің бұл күнде кедей екенін айтып, мұңын шағады. Онымен бірге оқыған серіктерінің көбі бай болып, кейбіреулері жұртқа қадірлі кісі болып кеткен екен. Өзінің әрқашан көрген күні жоқшылық екенін айтады. Қалайша сен өзіңнің айтқандай кедейсің, дейді ұстаз. Сен денің сау, қол аяғың аман, жұмысқа жарарлықсың деп шәкірттің оң қолын көрсетіп сұрайды. Сен мына қолыңды маған 1000 сомға кестіруге рұқсат етер ме едің? Құдай сақтасын. 10.000 сомға кестірмеспін, дейді кедей жігіт. Қанша берер едің? Жарық дүние тұр, көрет, қырағы көздеріңді, сақ құлақтарыңды, мықты аяқтарыңды, дейді ұстаз. Мен бұларды дүниенің малына айырбастамас едім, дейді шәкірт. Сонда ұстаз шәкіртке: қалайша енді осынша байлыққа ие болып тұр, жарлымын дейсің, дейді. Сонда не дейді ұстаз? Жаңағы шәкірті не деп келді ұстазға? Не деп келді? Мариям, не деп келді? Ұстаз, мен кедеймін деп келді. Сонда ұстаз не деді? Сен мына қолыңды маған бер, мына қолыңды. Аяғыңды бер маған, мынау. Мына көздеріңді бер маған, деді. Сонда не деді? Не дейді ұстаз? Сен ең бай адамсың, дейді. Сен ең бай адамсың. Денің сау, аяқ қолың бүтін. Көзің көреді, аузың сөйлейді, мұрның демалады. Сол үшін не дейді? Не депті? Не депті айтсай? Сонда ұстаз не деген екен? Сен ең бай адамсың ғой, неге сен кедеймін деп айтып жатсың, дейді. Сосын. Сонда жаңағы бала шынымен кедей ме екен? Кедей емес екен, иә? Байлық ақшаға ғана тиесілі ме екен? Байлық ақшаға ғана тиесілі ма? Жоқ. Біз ең бай адамсың, сен? Ең қолың бар, аяғың бар, жүресің, тұрасың. Дәретке де барасың, не? Көзің бар ма? Бар. Құлағың ести ма? Естиді. Сонда не дейді ұстаз? Сен кедей емессің деп. Сен кедей емессің дейді. Сонда оқушы не деп жылады шәкірті? Не үшін жылады шәкірті? Шәкірт не үшін жылады? Не үшін жылады шәкірт? Шәкірт не үшін жылады?
Шәкірт не үшін жылады? Оқушы не үшін жылады? Оқушы ма? А? Оқушы не үшін жылады? Не үшін жылады? Мен түсіндім. Оқушы не үшін жылады? Не үшін бе? Өйткені Кедеймін деп жылаған жоқпын, жарлымын деді, иә? Менде ақшам жоқ, не істесем болады деді. Сонда ұстаз не деп айтты? сен ең бай адамсың деп. Дұрыстап отыр. Сен мұғалімнің алдында отырсың. Сен шәкіртсің, сен оқушысың, отыр дұрыстап. Сонда не істеу керек екен? Оқу керек екен, иә? Оқыған Оқыған озай. оқымаған. Озай. Сол үшін балам оқу керек. Ана жер күн, ана жер қатты. Түрін көрінбей тұр. Сол үшін балам оқу керек. Манға қайда барамыз? Ешқайда бармайсың. Болам. Тағы бір рет оқып барамыз точно. Мен түсіндім, бұл жаққа барамыз. Или сендерге злой мұғалім шақырайын ба? Звондаймын. Алло, сәлеметсіз бе? Тамара Орынбасарқызы. Иә, сұңқар кітап оқымаймын деп жатыр. Аха. Жарайды, аға, жақсы онда.